Орамал тастау. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген екі сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді де «Қа!» деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып «Ғаз!» дейді немесе «Ла!» дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылатын сөз екі буыннан аспауы керек. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып, жұмбақ сөздің бірінші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Оқушылар, сендер осы орамал тастама ойынын ойнап көрдіңдер ме? Хан. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан асық шығарады. Хан асық қызылға боялған кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астына басылып көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші «Ханды қарсы басты» деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек ашық жатса, иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түссе, онда ханмен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты ату керек. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша ханмен асықты атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сөйтіп, кезек алған бойынша ойын шартын бұзғанға дейін немесе ханмен ататын асық таусылғанға дейін атып, ұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылған соң, ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып, ойынды жалғастырады. Бұл ойын ептілік пен шапшаңдықты, байқағыштықты қажет етеді. Әлібек Файзоллаұлы. Асық атаулары: сақа, ұсақ асықтарды ату үшін таңдалған қорғасын, құйылған салмақты ірі асық. Топай, сиырдың асығы. Кеней, ұпайға тігілетін кішкентай асық. Ешкімер, ешкінің асығы. Қойлақ, қойдың асығы.